Ассаламу алейкум, құрметті боксер қауым. Кәсіпқой бокс әлемінде қазақстандықтардың қатысуымен соңғы жаңалықтарды сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қазақстандық боксшы Жәнібек Әлімханұлына британиялық Нэтан Хеннимен жекпе-жек ұсынылып отыр. Бұл Нэтан Хенни өткен демалыс күндері Манчестерде өткен бокс кешінде Жәнібектің бұрынғы қарсыласы Дензел Бентлиді төрешілер шешімі бойынша жеңген болатын. Бұл әңгіме осы жекпе-жектен кейін болып отыр. Бокс туралы жазатын әлемдегі танымалы парақшалардың бірі Boxing Online Instagram желісіндегі аккаунт авторы Жәнібек пен Хенни жекпе-жегін Stoke-on-Trentте, яғни Англияда өткізуді ұсынған екен. Ал британиялық бокс жанкүйерлері бұл ұсынысқа бірден қолдау білдіре бастады. Айта кетейік, осыған дейін промоутер Фрэнк Уоррен Нэтанға егер Бентлиді жеңсе, чемпиондық жекпе-жек ұйымдастырып беруді уәде еткен екен. Супер орта салмақта, яғни 76 келіде өнер көрсететін қазақстандық боксшы Али Ахмедовтың келесі жекпе-жегі қашан өтетіні белгілі болды. Боксерік сайтының мәліметінше, Ахмедов 14 желтоқсан күні Американың Коста-Меса қаласындағы бокс кешінде рингке шығады екен. Ал қарсыласы жайлы әзірге белгісіз. Қазақстандық 27 жекпе-жектің барлығында жеңіске жеткен Жанқош Тұраров өзінің келесі қарсыласы жайлы және жекпе-жек күнін өзінің Instagram парақшасында хабарлады. Қарсыласы жапон боксшысы 38 жасар Акихиро Кондо. Кәсіпқой бокста 50 жекпе-жек өткізіп, оның 37-сінде жеңіске жеткен. 11 жеңілісі бар және 2 мәрте қарсыластарымен тең түскен екен. Одан кейін тағы бір қазақстандық Сергей Липинецпен 2017 жылы кездескен. 12 раундқа жоспарланған жекпе-жекте Сергей барлық раундта жеңімпаз болып танылып, төрешілердің бір ауыздан шешімі бойынша жеңіске жеткен екен. Кондоның ең үлкен жекпе-жегі осы Сергей Липинецпен. Бұл жекпе-жекте Жанқош өзінің IBO тұжырым бойынша әлем чемпионы атағын қорғағаннан бөлек WBA тұжырым бойынша WBA Gold белбеуі де сарапқа салынатын болады. Айтпақшы, Сергей Липинец Бенавидис пен Андреде арасындағы үлкен бокс кешінде шашаланға көтерілетін болады. Қарсыласы бұрынғы әлем чемпионы атағына үміткер Мичел Ривера атанбақ. Бұл жекпе-жек 63,5 келі салмақ дәрежесінде 10 раундқа жоспарланған жекпе-жек болмақ. Танымал порталдардың бірі Boxing247.com журналисті Роб Смит 25 қарашадағы Джермел Чарло мен Хосе Бенавидистің арасындағы жекпе-жектің чемпиондық белбеусіз өтетініне байланысты өзінің пікірін қалдырды. Бенавидистің әкесі ашулы дейді. Оның Чарломен өтетін жекпе-жегі жай рейтингтік кездесу болатынына. Оған дейін олар Чарлоның белбеуіне, яғни WBC тұжырым бойынша чемпиондық атаққа таласамыз деп жоспарлаған екен. Журналистің айтуы бойынша, Бенавидистен де басқа үміткерлер бар ғой. Атап өтетін болсақ, Карлос Адамс, Остин Уильямс немесе Мейірім Нұрсұлтанов деп өзінің сөзін қысқа қайырған екен. Мен өзім алып қосарым болса, кеше ғана Мейірім Нұрсұлтанов, өздеріңіз білесіздер, Хулио Аламосқа қарсы өткен жекпе-жекте элиминаторлы кездесуде жеңіске жетті. Яғни ол бүгінгі күнде WBC-дің чемпиондық белбеуіне міндетті үміткер ретінде. Одан бөлек, кіші Хосе Бенавидис біріншіден бірде-бір жекпе-жек өткізген жоқ. 72 келі 600 грамм салмақ дәрежесінде. Және де 4 тұжырымның, яғни беделді тұжырымдардың еш қайсысында топ 15-тікке де кірмеген. Сондықтан да бұл жағдай түсінікті. Басында WBC тұжырым бойынша әлем чемпионы атағы сарапқа салынады дегенде өз басым қатты таңғалған болатын. Қалайша деп. Әділдік бар екен. Соңында осындай қалай болу керек, сондай шешім шықты. Менің ойымша, егер Чарло осы салмақта қалатын болса, Мейірімге қарсы ол бір мәрте өзінің белбеуін қорғау мақсатында жекпе-жекке шығу керек. Чарломен өтетін жекпе-жек Мейірім үшін үлкен мега мүмкіндік десек те болады. Мейірімге сенеміз, отандасымызға сәттілік. Бұл ақпараттар туралы мен сіздерге айтып отыратын боламын. Қазақстандық отандық промоутерлік компания Адал Промоушн боксшысы Бекман Сойлыбаев Түркия мемлекетінде 2 желтоқсан күні шашаланға оралу керек. Қарсылас белгілі, бірақ ресми түрде Адал промоутерлік компаниясы өздері айтатын болады. Бұл жекпе-жекке байланысты ақпаратпен бөлісетін болсам, 10 раундқа жоспарланған жекпе-жек 59 келі салмақ дәрежесінде рейтингтік кездесу өтеді. Әзірге Түркия мемлекетінің Трабзон қаласында жоспарланып отқан бокс кеші өз күшінде. Қарсыластарымыз да белгілі, бірақ Түркия емес, басқа мемлекетте бокстасып қалуы мүмкін деген пайымдарымыз бар. Ал ол жаңалық Түркиядан қарағанда Бекман үшін ауқымды бокс кеші болмақ. Ал егер ол жақпен шаруа шешілмеген жағдайда Бекман Түркияда кезекті жекпе-жегін өткізе беретін болады. Бекманға сәттілік тілейміз. Және де ересектер арасында спартакиада аяқталғаннан кейін ұлттық құраманың бас бапкері Мырзағали Құланұлы өзінің спартакиадаға қатысты пікірін білдірген болатын. 4 жылда бір өтетін бұл жарыста 16 облыс пен 3 қаладан 176 боксшы 13 салмақта жүлде үшін таласқан болатын. Құланұлының сөзінше, оның бұл жарысқа көңілі толған екен. Барлық мықтылар жұдырықтасты. 2 ғана жігітті босаттық. Ол Қоңқабаев пен Шымбергенов. Қалған боксшылар аянып қалған жоқ. Жас боксшылардың да өсіп келе жатқанын байқадық. Ешкім ешкімнің атағынан қаймыққан жоқ. Өте тартысты жекпе-жектер болды. Жартылай финал
және де ақтық жекпе-жектерде тең түскен кездесулер өте көп болды. Бұл үлкен бәсекелестіктің белгісі. Спартакиаданың қорытындысы Қазақстанда бокстың бар екенін білдіреді. Бәсекелестіктің барын көрсетеді. Үміт күттіретін бірталай жас боксшыларымыз бар екенін көрдік. Соларды жақсылап тәрбиелеп, мықтылардың орнын босататындай етіп дайындаймыз, деп Құланұлы өз сөзін аяқтаған екен. Арасында Спартакиада кішігірім әлем чемпионатына тең болды десек те болады. Мінекей достар, тағы бір айта кететін. 24 қараша мен 4 желтоқсан аралығында Армения астанасы Ереванда кадеттер және жастар арасында әлем чемпионаты өтетін болады. Біздің жас өрендерге сәттілік тілейміз. Жеңісті сәттері көп болып, қоржындарымыз алтынға толсын дейміз. Және де жастар арасында Батыс Қазақстан облысы, яғни Орал қаласында 28 қараша күні Қазақстан чемпионаты өз бастауын алатын болады. Бұл туралы ресми түрде Батыс Қазақстан облысының бокс федерациясының президенті Бауыржан Каримов растаған еді. Ал кадеттер арасындағы Қазақстан Республикасының біріншілігі желтоқсан айында Ақтау қаласында өтетін болады. Қазақ бокс жасасын, жеңісті күндеріміз көп болсын. Баршаңызға сәттілік.